Екі дос. Елтай мен Манарбек бірінші сыныпта оқиды. Екеуі келе жатқан жолдың үстінде нанның сынығы жатады. Елтай назар аудармай өтіп кетеді. Манарбек бөгеліп жерден нанның сынығын алады. Оны қайтесің деп сұрайды Елтай. Нанды басуға, жерге тастауға болмайды. Обал болады. Оны саған кім айтты? Әжем айтты, дейді. Обал деген не? Дейді Елтай. Оны әжеңнен сұра. Әжем алыста, ауылда тұрады. Онда көкең мен апаңнан сұра. Арада біраз күн өтті. Екі дос мектептен шығып үйлеріне келе жатты. Жолдың үстінде шашылып жатқан ескі тақтайларды көреді. Шегелері шығып тұр. Бұл жолы да Елтай мән бермей өтіп кетеді. Манарбек тізесін бүгіп тақтайларды жинай бастады. Мұны да әжең үйретті ме деп сұрайды Елтай. Жоқ, өзім деп жауап береді Манарбек. Елтай жауап қайтқан жоқ. Үн-түнсіз томсырайып қалады.